желтоқсан айында көшенің ортасына кіріп тастап кетті. Сотталу себебі ұлтым неміс деген екі сөз бар. Сонау бала кезімізде қазақтың тілінде тіліміз шықты. Кемінде басқа бір ұлт өкілінің біреуін қазақ тілін үйретсе, бұл қоғам алдындағы үлкен сіңірген еңбегі болар. Ешқандай әдістеме көмектесе бізде табиғи орта жоқ. Мен ол кезде абай жолын түсінетіндей, терең түсінетіндей жағдайда емеспін. Мен кітапханадан кітап тасушы мәкем болған. Бірыңғай қазақ кітаптары. Жайшылықта айырмас ақ-қараны сыпсың сөздер бір сәтке тоқталады. Тоз-тоз болған ағайын басын қосып, ертең мені жерлеуге алып барады. Неге ол жиі қайталанды? Өйткені халықтың арманы, бейбіт бірлігі бар халық қана бір тұтас мемлекет ретінде